Жаннаттық әйел жайында хадис. Алдымен тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күйеуі өзінен разы болған күйде қайтыс болған әйел жаннатқа кіреді. Хадиске түсіндірме. Әрбір мүміннің асыл мұраты Алланың разылығына бөлену. Ал Алланың разылығына бөлену үшін арнайы орындалатын амалдар мен жасалатын себептер бар. Біз мұны Құран мен пайғамбар хадистерінен үйренеміз. Алла тағала Құранда олар өздері мұқтаж бола тұра Алланың разылығына бөлену үшін алдымен пақыр міскінді, жетімді және тұтқынды тамақтандырды деп баяндайды. Яғни шынайы ықыласпен пақыр міскінді, жетімді және тұтқынды тамақтандыру Алланың разылығына бөленетін игі істерден болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям өзінің бір хадисінде күллі әлемді құдіретімен шыр айналдырған жаратқан иені разы қылудың жолы ата-ананың ризашылығын алуда деген. Яғни ата-ананың ризашылығын алу Алланың разылығына бөленуге себеп болады. Сол секілді әйел кісінің күйеуіне бойсынуы да Алланың разылығына бөленуіне себеп болатын амалдардың бірі. Алла тағала сүйікті пайғамбар арқылы күйеуінің разылығына бөленген күйде қайтыс болған әйелдің жаннаттық екенін сүйіншілеуде. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның заманында ділмарлығымен, батырлығымен аты шыққан Язид қызы Асма есімді әйел кісі болатын. Бір күні сахаба ханымдар ақылдаса келе Асманы радиаллаху анхуды көкейде жүрген сұрақтарына жауап алу үшін пайғамбарымызға жіберуді ұйғарады. Әзіреті Асма бұған келісім беріп, ардақты пайғамбарымыздың құзырына келеді. Сөзін былай деп бастайды. Уа Расулалла, ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын. Әйелдер мені сізге сұрақпен жіберді. Алла тағала сізді қияметке дейін келіп кетер ер мен әйел қауымына пайғамбар етіп жібергенде еш күмән жоқ. Біз әйелдер қауымы да Алла мен елшісіне иман келтірдік. Уа Алланың елшісі, ерлер қауымы түздің адам болса, біз әйелдер қауымы көбіне үй шаруасымен шұғылданамыз. 9 ай 10 күн толғатып дүниеге бала әкелеміз. Бала тәрбиелеп отағасының да көңілін табуға тырысамыз. Сіздер алыс сапарға шыққан кезде үйдегі бала шаға мен мал дүниеңізге бас көз болатынды біз. Сіздер жамағатпен жұма намазын оқып, жаназаға қатысасыз. Науқасты зиярат етіп, ешбір кедергісіз бірнеше мәрте қажылықтар жасайсыз. Ел басына күн туған жағдайда Алла жолында майданға аттанасыз. Осылайша көптеген игі істер жасау арқылы сауапқа кенелуде бізден озып жағдайыңыз бар. Ендеше бізде сіздер секілді осындай мол сауапқа кенелгіміз келеді. Оның қандай жолы бар дейді. Әзіреті Асманың сөзін мұқият тыңдаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям жанындағы сахабаларына бұрылып, діни мәселеге қатысты өзінің сұрағын дәл осылай жеткізе білген басқа бір әйелді көрдіңдер ме дейді. Сахабалар таңданысын жасыра алмай таңдай қағады. Пайғамбарымыз әзіреті Асмаға, сені осы жерге жіберген әйел кісілерге айта бар. Әйелдің күйеуімен жақсы қарым-қатынас жасап, оған бойсыну арқылы разылығын алуға тырысуы сауап тұрғысынан жаңағы айтқан игі істердің бәріне тең дейді. Мұндай жауапты естіген әзіреті Асма қуанышы қойнына сыймай, ля иляха иллаллах, яғни Алладан басқа тәңір жоқ деп, Алланың ұлықтаған күйі әйел сахабалар отырған жаққа қарай асыға жөнеледі. Бұл оқиғадан әйел кісінің үй шаруасына мұқияттылық танытып, күйеуіне бағыну арқылы сауап тұрғысынан онымен тең дәрежеде болатынын аңғарамыз. Сондай-ақ әйел кісі күйеуінің разылығына ие болатын болса, Алла нәсіп етсе жаннатқа кіреді. Әрине, әйел адам үшін бұл жолда үлкен сабыр қажет. Әрбір ісінде үнем Алланың разылығын көздеп, бақытты отбасы болуға тырысқаны жөн. Күйеуін бақытты ете білген әйелдің де өзі де бақытты ғұмыр кешеді. Әйел кісі күйеуіне бойсынып, өзін де күйеуін де бақытты етумен дүние және ақырет бақытынан жол табады. Фәни дүниеде басталған бақытның мәңгі жалғасуына себепші болады. Алла тағала баршамызға жаннат нәсіп етіп, ерлі зайыпты жандарға сабыр мен екі дүниенің бақытын сыйласын.